Саламатсыздар. Мен бүгін сіздерге сұлы ұнымен жасалынатын печеньені жасап көрсетемін. Бұл овсяное печенье, ішінде жаңғақ қосылған, өте дәмді, иісі деген үйдің ішін алып кетеді піскен кезде. Оған біз кәдімгі бидай ұны мен сұлы ұнының екеуін араластырып қосамыз, екеуін де електен өткіземіз. Оның үстіне разрыхлителімізді қосамыз да араластырып қоямыз. Енді екінші ыдысымызды алып, жұмсақ бөлме температурасындағы майымызды 82,5%, қантымызды, үстіне ванильді қантымызды бәрін қосып, болмаса ваниль қосуға болады, оны сәл азырақ қосамыз. Миксерлейміз, болмаса қасықпен жақсылап араластырамыз, венчикпен, қол венчигімен. Мен миксерледім, маған ыңғайлы сондай. Жақсылап араластырамыз, сәл майымыз ағарғанша. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды қосамыз да, және араластырамыз. Жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып алғанымыз жақсы. Ішіне кетіп қалған жұмыртқаның қабығы болса көріп тұрамыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шым-шым тұзымызды қосамыз. Енді осы кезде бал қосамыз. Балымызды қосып, бір шай қасық, одан көп керегі жоқ, дәмі шығады. Соның өзін жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Бал егерде сұйық болса, тіптен жақсы. Менде осындай бал болды. Енді жаңағы құрғақ қоспамызды ұнымызбен сұлы ұнын араластырып қосамыз, бір бөлігін. Және осы кезде жаңғағымызды қосамыз. Жаңғақты езіп алып қосқанымыз жақсы. Екінші бөлек қоспамызды қосып, және құрғақ қоспамызды енді қолмен илейміз. Жақсылап қолмен илейміз, қолға деген жабыспайды. Сондай нәзік, рассыпчатый дейді ғой, сондай тесті шығады өте сұлының ұнының арқасында. Егерде сұлының ұны жоқ болса, дүкендерде сатылатын овсянка болады ғой, соны алып кофемолкадан өткізуге болады, блендерден өткізуге болады. Енді мен осындай набор қасықтың ең үлкенін алдым. Болмаса қолдарыңызбен шамамен 25 грамдай алып, осылай домалақ жасаймыз. Және 180 градус ысып тұрған пешімізге салып 25-30 минут пісіреміз. Әркімнің пешіне байланысты. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Астынан осындай қызғылт болып шығады. Өте әдемі рассыпчатый печеньеміз дайын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер маған жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған үміткен.